Қазақстанда ішкі туризм деңгейі рекордтық көрсеткішке жетті. Бұл туралы Мәдениет және спорт министрлігі мәлімдеді. Статистикаға сүйенсек, былтыр еліміздің ең көрікті жерлері мен демалыс орындарына ағылған туристер саны 7 миллионға жеткен. Ал биыл шетелдік азаматтар тарапынан ішкі туризмге сұраныс бар ма? Мамандар қандай болжам жасап отыр? Бұл туралы білу үшін студиямызға Алматы қаласының туристік ақпараттық орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Бауыржан Пазылхайыр мырзаны шақырған едік. Бауыржан мырза, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Айтыңызшы, жалпы пандемия кезінде ішкі туризмнің жағдайы қандай болды? Сұраныс болды ма ол кезде? Әрине, пандемия туризм саласына өте қатты кері әсерін тигізді, бірақ соған қарамастан ішкі туризм дамай бастады. Бұл яғни осы жергілікті туризм саласының жеке кәсіпкерлерге, қонақ үйлерге, мейрамханаларға бір оң серпіліс берді. Бұл дегеніміз, яғни олар қосымша жұмыс орындарын аша білді. Сонымен қатар қазақстандық туристер өзіміздің жерімізді аралап, мысалға Алматы қаласында көптеген жаңа дестинациялар ашыла бастады. Бұл да яғни осы инфрақұрылымның дамуына алып келді. Жақсы, ал биыл ішкі туризмді қалай жоспарлап отырсыздар? Қазіргі жағдайына тоқтала кетсеңіз. Мысалы, жоспар бойынша Алматы қаласына жылдың соңына дейін 1,2 миллион турист келеді деп жоспарлануда. Мысалы, 2022 жылдың бірінші тоқсанында орналастыру орындарымен 322 мың адамға қызмет көрсетілді. Бұл 2021 жылдың сол кезеңмен салыстырғанда 35%-ға жоғары. Бұл яғни осы пандемияге дейінгі көрсеткіштерге қайтадан осы 22 жылы, 23 жылдары қайтадан осы көрсеткіштерге қайтып келеміз. Жақсы, енді қысқы туризм статистикасына тоқталсақ. Былтыр қысқы демалыс орындарына қанша туризм келді, биыл қаншауы келеді деп күтіліп отыр? 2021 жылдың қазаны мен 2022 жылдың наурыз айлары аралығында 700 мың турист қамтылды осы қысқы туризммен. Өздеріңіз білетіндей, осы тау шаңғысы туристердің арасында үлкен сұранысқа ие. Ол локацияларды атап кететін болсақ, Шымбұлақ, Ойқарағай курорттары, сонымен қатар Медеу спорт кешені, Іле-Алатау ұлттық паркі, осы дестинацияларға туристер көп барады. Жергілікті, сонымен қатар сырттан келуші туристер. Жақсы. Осы туризмнен түсетін қаражат қала бюджетінің қанша пайызын құрайды? Енді бұл жерде тікелей және жанама деп қарастырып кетуге болады. Мысалы, 2021 жылы орналастыру орындары 27 миллиардтай теңге сомаға қызмет көрсетті. Сонымен қатар тамақтандыру, әуе, теміржол кеңістігімен көптеген қызметтер көрсетілді. Бұл яғни біз жанама деп те атап кетуімізге болады. Олар салық түрінде мемлекет, сонымен қатар қала бюджетіне түсіп жатады. Жақсы, рахмет Бауыржан мырза. Мардымды ақпар бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Елімізде туризм саласы дами берсін. Рахмет. Қадірлі көрермен, еске сала кетейін, бізге студияға қонаққа келген Алматы қаласының туристік ақпараттық орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Бауыржан Пазылхайыр мырза болды.